Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін бізде математика сабағы. Сабағымызға көшпес бұрын ми сергіту үшін арнайы жұмбақты шешсек. Қалталардың түбінде сылдыр-сылдыр етеді. Адамдарға мәңгілік адал қызмет етеді. Бұл жұмбағымыздың жауабы монета. Келесі жұмбаққа көшсек, арзан бәлде қымбат па, білесің де бағасын. Барлық затты бір затқа айырбастап аласың. Бұл жұмбақтың жауабы ақша. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға жаңа тақырыбымызға көшетін болсақ, сабағымыздың тақырыбы теңге, монета және қағаз ақша. Сабағымыздың мақсаты монеталарды ажыратуды және олармен әртүрлі амалдар орындауды үйрену. Ендеше сабаққа көшпес бұрын Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы жайлы азғантай бейнеролик көріп шықсақ. Валюта жайлы азғантай бейнеролигіміз түсінікті болса, бүгінгі сабағымыздың алғашқы тапсырмасына көшейік. Бірінші тапсырмамыз суреттегі қағаз ақшаға және монеталарға қара. 1000 теңгені, 500 теңгені, 200 теңгені монеталарға қалай сақтауға болады.
Ең алдымен 200 теңгені сақтау үшін бізге 2 тал 100 теңгелік монеталар қажет болады екен. Ал 500 теңгені сақтау үшін бізге 2 тал 200 теңгелік және 1 тал 100 теңгелік қажет болады. Сонымен қатар 200 теңгенің өзін сақтау үшін 2 тал 100 теңгелік монета қажет болады. Төменде көріп тұрғандарыңыздай оқушыны бағалау дескрипторы жазылған. Яғни әр тапсырмаға бізде тиісті 1 балл, 2 балл бағалау критерийлеріне сәйкес балдар қойылып отырады. Келесі тапсырмамыз бұл 1000 теңгені сақтау. Яғни алдымен 1000 теңгені сақтау үшін бізге 2 тал 500 теңгелік, ал 500 теңгенің өзін сақтау үшін 2 тал 200 теңгелік және 1 тал 100 теңгелік, ал 200 теңгенің өзін жеке сақтау үшін бізге 2 тал 100 теңгелік монеталар қажет болады екен. Қазіргі қолданыстағы 200, 500 және 1000 теңгелер алдарыңызда. Келесі біздің тапсырмамыз біздің оқулығымыздағы 47-ші беттегі екінші тапсырма. Олай болса оған көрсек, Сырым мен Әлия теңгелі ойынын көруге келді. Ойыншылар аттың үстінде шауып келе жатып, жердегі теңгені іліп алуы тиіс. Монеталарды ата. Бізде суретте көрсетілген балалар бұл 100 теңге, 50 теңге, 10 теңге және 20 теңгелік монеталар. Келесі тапсырмамыз бұл бізде Дәулет, Қанат және Саматтың қоржынында бейнеленген монеталарға байланысты тапсырмалар. Енші сұрағымызға көшетін болсақ, әр балада неше монетадан бар деген сұрақ. Көріп тұрғандарымызда әр баланың монеталары экранға шықты. Ендеше Дәулетте 100 теңгеліктен 2, 50 теңгеліктен 2, яғни 4 монета. Қанатта 100 теңгеліктен 4 монета, Саматта 100 теңгеліктен 3, 50 теңгеліктен 2, яғни 5 монета бар екен. Әр балада неше теңге бар? Есептейтін болсақ, Дәулетте 100 қосу 100 қосу 50 қосу 50, яғни 300 теңге, Қанатта 100 қосу 100 қосу 100 қосу 100, яғни 100-ді 4 рет өзіне қоссақ 400 теңге, Саматта 100 қосу 100 қосу 100 қосу 50 қосу 50, яғни 400 теңге бар екен. Қайсының монетасы бәрінен артық? Бұл жерде есептейтін болсақ, Дәулетте 4 монета, Қанатта 4 монета және Саматта 5 монета. Яғни Саматта монета артық, себебі оның 5 монетасы бар екен. Келесі сұрақ, қайсының ақшасы бәрінен аз? Есептейміз. Дәулетте бізде 100 қосу 100 қосу 50 қосу 50 4 монета, яғни 300 теңге, Қанатта 400 теңге, Саматта 400 теңге бар. Яғни Дәулеттің монетасы Қанат пен Саматтан қарағанда аз екен. Келесі тапсырмамыз есептерді шығар. Неше кері есеп құрастыруға болады? Олардың біреуін шығарып дейік. Әмиянда 100 теңге және 50 теңгеліктен 4 монета бар. Барлығы неше теңге болады? Бізде мұнда есептің берілгені шығады. Және міне түсіндіретін болсам, әмиянда барлығы 100 теңге бар екен. Және 50 теңгеліктен 4 монета бар. Әмиянда 100 теңге және 50 теңгеліктен 4 монета бар. Барлығы неше теңге болады деді. Барлығын табу үшін біз 100 теңгеге қосамыз, 50 көбейту 4, яғни 4 монета бізде 50 теңгеліктен. Оны 4-ке көбейтеміз, сонда 200 болады, оған 100 теңгеміз қосамыз, сонда барлығы 300 теңге болады екен. Жауабын шешуін есептің шарты үшін бізде барлығы 2 балл. Келесі кері есебіміз. Бұл жерде қарасақ, 50 теңгеліктен 4 тал беріп қойған екен. 50 теңгеліктен 4 монета бар екен, және барлығы 300 теңге бар екен. Демек, қанша теңге бір монета болады екен? Көреміз. Бұл жерде бір монета қанша теңге екен білу үшін 300-ден есебімізде беріліп тұрған 50 теңгелік 4 монетаны бір-біріне көбейтеміз. Яғни 300-ден 200 айтамыз, жауабы 100 теңге болады. Жауабы әмиянда 100 теңгелік бір монета болды. Келесі тура теңдіктер мен теңсіздіктерді құрастыр есебі. Бұл жерде тура теңдіктер мен теңсіздіктерді құрастыру үшін астында және үстінде берілген монеталарды пайдаланатын боламыз. Көріп тұрғандарымыздай мына 20 және 5 теңге, яғни екеуін қоссақ 25 теңге, 10, 5 және 10 теңге, тағы да 25 теңге. Яғни 25 теңге мен 25 теңге өзара тең болады екен. Келесі, ол бізде 20 және 50 теңге және 50 және 50 теңге. Яғни 20 мен 50 теңгені қоссақ 70 теңге, 50 мен 50 теңгені қоссақ бізде 100 теңге болады екен. Яғни бұл жерде бізде 100 теңгеміз үлкен болады екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.
Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз ірі ақшаны монеталарға ұсақтай алдық, есептер шығаруда монеталарды қолдана алдық. Бүгінгі сабағымыз ұнаған болса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.